жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қоғамдық көліктерде бақылау күшейді. Полицейлер бір апта ішінде қанша автобусты айыппұл тұрағына қойды. Жүргізушілер кешкісін билет құнын 2 есе өсіретінін мойындады ма? Өз басым істеген жоқпын. Бірақ естіп аттым. Жаһандану заманда әр ұлт өзінің ұлттық құндылықтарын сақтап қалу үшін не істеуі керек? Ауданымыздағы Алма әлемі фестиваліне мектептер не дайындап әкелді? Ондағы мақсат не? Место проведения село Жандосово выбрано не случайно. 70-ке келсе де желаяқ атанып жүрген ақсақалдың сыры неде? 1 май ауылдық округінде өткен ауданда жарысқа кімдер қатысты? Үлгі ретінде биыл жастарға осындай бір көп сайыс жарыс өткізіліп жатыр. Елімізде 10-17 қазан аралығында автобус жедел алдын алу іс-шарасы жүріп жатыр. Осы шара аясында Қарасайлық құқық қорғаушыларда қоғамдық темір тұлпар тізгіндегендерді тәртіпке шақырды. Ол қоғамдық көліктердің қатысуымен болатын жол апаттарын болдырмауға бағытталған. Қарасай ауданы полицейлері аталған науқан аясында бірінші күннің өзінде бірқатар жол үстіндегі заңсыздықты анықтады. Солардың ішінде Жамбыл, Алмалыбақ, Жаңа Шамалған округтерінде оқушыларды мектепке тасымалдап жүрген автобустар да бар. Ең өкініштісі әрі қорқыныштысы, балаларды оқуға апарып әкеліп жүрген бұл көліктердің тиісті құжаттары жоқ. Өздері техникалық талапқа сай болмаған. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабының 7, 8, 9 тармақтары бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар жүргізушілердің автобусты рұқсатсыз жабдықтағаны анықталды. Сапасы сын көтермейтін көліктер айып тұрағына қойылды. Аудандық полиция басқармасының берген мәліметіне сүйенсек, осыдан басқа ауылдар мен Қаскелең, Алматы қалаларының ортасын жалғап тұрған 2 автобустың мемлекеттік нөмірлері шешіп алынды. Кеше 10-да біз Қарасай аудандық ішкі істер басқармасының 17 әкімшілік хаттама толтырылып, соның ішінде 3 автобус тұраққа қойылды. Мына екінші күні болып жатқан жағдайды өздеріңіз қазір көріп тұрсыздар. Мына станция Шамалған, Қарасай ауданы. Сол жерде мына артымызда тұрған көлік не гос нөмірі жоқ, мемлекеттік нөмірі жоқ, не жүргізуші куәлігі жоқ, техпаспорты жоқ. Осы көлікті басқарып Мерей деген дачный обществодан станция Шамалғанға оқушыларды тасып. Жедел алдын алу шарасының соңғы күнінде тәртіп сақшылары қоғамдық көліктердің жүргізушілерін заң талаптарын қатаң қадағалауға шақырды. Қауіпсіздік белдігін тақпай көзге түскен мына автобус жүргізушісі салонға шамадан тыс жолаушы алғанын мойындағанымен, олар Қаскелеңнің ішінде түсіп қалады деп ақталды. Ал тек орындықтарға ғана отырғызып тасымалдасам, ешқандай пайда таппаймын деп ашығын айтты. Не істейміз? Бәрін отырғызып апармаймыз ғой. Қалаға мысалы алтын ауылдан бәрі түсіп қалса, мен пустой кетпеймін ары қарай. Ал қалаға дейін толтырып алып қалмайсыздар ма адамдар? Енді Қаскелеңнен ар жағына алуға болмайды саяшы. Сіздер алмайсыздар одан ары қарата? Ары қарай алмайсыз. Мына тек Қаскелең шығып қазір түседі мына алтын ауылда. Қаскелең әлі шыққан жоқса жартысында тұрмыз. Автостанциядан мен тиеліп шықтым да, артындағы машина келді. Енді ол біздерге былай салып жібереді да машина. Адамдарды сол алтын ауылға дейін, солардың адамдарын бір-бірімізге сөйлеп алып кетеміз. Сіз қазір енді бұл кісілердің сізге таққан айыбымен келіспей тұрсыз ба? Мен ремень тақпадым, безопасын. Соңғаны ана настоящий деген мысалы ол Қаскелеңнің болады ғой. Қаланың ішіне шыққан жоқ. Қаланың ішінде жүрміз. 50 километрге дейін положен негізі. Қаскелеңнің адамдары автоновка жоқ, еш жер. Автоновка деген бара алмайды. Мына жерде автоновка жоқ, заңға салсақ. Бір 4 па 5 автоновка болса Қаскелең ішінде болған. Басқа автоновка жоқ. Қаскелең автоновкасын салып берсін, біздер как положено автоновканы тоқтаймыз. Ал автоновка жинама қол көтереді, алып кету керек олар. Олар да адамның баласы ғой. Дегенмен заңның аты заң. Бұлай жолаушылар өміріне қауіп төндіру дұрыс емес екені ақиқат. Жалпы тұрғындар тарапынан қоғамдық көліктердің қызмет сапасына көңілі толмай жататын кездер аз емес. Аузы мұрнынан шығарлықтай қылып, адамдарды тиеп алатын маршрутты автобустардың әрекеттеріне байланысты шағымдар редакциямызға тұрғындар тарапынан да жиі жолданып жатады. Не істеп жатқандарын қарап тұрыңыздар. Мне беспредел. Үлкен автобус берсеңіздер, Қарасай ауданы әкімдері сіздерге үлкен өтініш. 2 баламды сала алмадым мен. 2 маршрутки устроили бойгу по Қаскелену. Гос номер 850, 05 регион, FW и 542. Второй тоже. YDA. Капец. Пыль, камни, все летит.
Ал біз тілдескен қоғамдық көлік жүргізушілердің кейбірі заң талаптарын олай қатаң бұзбаймын десе, екіншісі ондай проблема бар екенін мойындады. Тек өздері жүгіріп келіп отырып жатқан жолаушыны қалай далада тастап кетеміз деп ақталды олар. Тұрмайды. Ол кейбір кезде болады. Енді мен әртүрлі ғой. Кейбір кезде мысалы онда қайтамын мен. Онда машинаның бәрі тоқтайды мысалы. Сол кезде бірен-саран тұрып тұрады. Лық толтырып тиеп алғаннан бөлек Алматыда жұмыс істеп немесе оқитын қарасайлықтар кешкі мезгілде үйге қайтудың өте қиын екендігін жиі алға тартады. Осы жағдайда пайдаланған әккі автобус жүргізушілері жол ақысын 2 есе шарықтатып, адам басына 300 теңге алуды әдетке айналдырған. Оған мына видеомен редакциямызға жолданған оқырман хаты дәлел бола алады. Берілген мүмкіндікті пайдаланып жүргізушілерден мұның қаншалықты растығын сұрап көрдік. Бірақ әрине олар бұл жағдайды жоққа шығарды. Ол нелегально қаладан неден келеді маршрут жоқ, адамдар алып келетін жер. Бізде как положено 130 теңгеден сайраннан 130 теңгеден. Өз басым істеген жоқпын. Бірақ естіп аттым, бірақ мен өзім істедім. Мен қайсы екенін білмеймін. Ол жерде сайранда диспетчер бар. Ол өз сол кісіге барсаңыз жауап береді ол. 300-ден алып аттыр деп естідім, бірақ мен білмеймін кім екенін. Ондай міне менің ондай нем жоқ. Дегенмен жер соқпаса шөптің басы қозғалмайтынын ескерген автопарк басшылығы және аудандық әкімдіктегі тиісті жолаушы тасымалын қадағалаушы бөлім осы мәселеге назар аударады деген сенімдеміз. Хош делік, рейд барысына қайта оралайық. Сонымен белдікті тағуды ұмытып кеткен жүргізуші айыппұлын арқалады. Оны ресімдеп болғанша автобустағы адамдарда басқа көліктерге мініп кете барды. Мына жол ережесін бұзған автобустың іші заңсыз жабдықталғаны анықталды. В данной маршрутке Mercedes-Benz с госномером 349 отсутствует аварийный выход. Тем самым он перегорожден сиденьями. Как выход должен быть свободно открытый быть, чтобы при крайних мерах пассажиры должны выйти с аварийного выхода. А в данный момент выход перекрыт, они выйти не могут. Жалпы жедел алдын алу іс-шарасы өткен бір апта ішіндегі 7 тексеру кезінде автобус жүргізушілерінен 100-ге жуық құқық бұзушылық анықталған. 9 көліктің мемлекеттік нөмірі шешіп алынып, 17-сі айыппұл тұрағына тоғытылған. Елбасы өзінің ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында Қазақстан қызғалдақ пен алманың отаны деп айтқаны белгілі. Бүгін Қарасай ауданындағы Жандосов ауылдық округінде өтіп жатқан алма фестивалі атты өскелең ұрпаққа төл тарихымызды насихаттау мақсатында ұйымдастырылған шараға да осы мәселе негіз болды. Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған шараға жиналған көпшілік алдымен Жандосов орта мектебінің фойесіне қойылған көрмені тамашалады. Онда Жандосов және Шамалған округтеріндегі мектептердің ұжымдық еңбектері қойылған еді. Әлбетте бұл жай көрме емес. Мұнда мұғалімдер алмадан түрлі қолөнер бұйымдарын жасап әкелді. Сөрелерден жай себеттерге салынған алманың 4 түрінен бастап терең мағына беретін композициялар да табылды. Ал ұйымдастырушылар облыс көлеміндегі игі шараға Қарасай ауданы тектен-текке таңдалып алынбағандығын алға тартты. Вот согласно утвержденного плана областной ассамблеи народа Казахстана, сегодня областным балкарским этнокультурным объединением Балкария проводится этот фестиваль «Яблок, алма, алема». Место проведения село Жандосово выбрано не случайно, потому что место компактного проживания именно балкарского этноса, турецкого, азербайджанского, то есть наиболее такой полиэтничный регион, можно сказать, замечательная природа. Именно родина апорта, можно сказать, Карасайский район, именно этот округ. Душевные, теплые, гостеприимные люди. Асқақ Алатаудың баурайы иісі мұрын жаратын дәмі тіл үйретін апорт алмасының отан екені ғылыми тұрғыда дәлелденген рас. Сол себепті бүгін жаһандану үрдісінде әр ұлт, әр мемлекет өзіндік менталитетін, бет бейнесін сақтап қалуға тырысуда. Әлбетте тәрбие басы болып саналатын білім ордаларында ұлттық құндылықтарды өскелең ұрпаққа үлгі ету басты назарға алынғаны анық. Қарап тұрсаңыздар, біз осы алманы жылқының бейнесінде бейнелеуді жөндеп көрдік. Әрине өскелең ұрпаққа осы алма қазақ жерінде шыққанын насихаттау барысында айтып кеткен болатынбыз. Қарап тұрсаңыздар, көрмемізге даланың 7 қыры, соның ішіндегі арнайы 7 қазынамызға кіретін тазы итті бейнелеуімізді тектен-тек емес. Абай атамыздың бейнесін сомдағанымыз келесі жылы Абай атамыздың туғаны 175 жыл толуына орай арнайы балаларға насихаттау барысында жасалған дүние болатын.
Көрмеден көп әсер алып, табиғи таза алмадан ауыз тиген көпшілік мәжіліс залына топтасты. Мұнда арнайы шақырылған қонақтар сахна төріне шығып шараның маңыздылығына тоқталып, ұлы даланың жеті қырын жан-жақты талдады. Олардың қатарында Қазақстан Халқы Ассамблеясының, Қоғамдық келісім кеңесінің, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, аудандық әкімдік қызметкерлері, ауыл әкімдері болды. Бұл ретте белгілі қоғам қайраткері, тіл жанашыры Асылы Осман өңір көлемінде өтіп жатқан бұл үлкен жұмыстар нәтижесіз болмау керектігін сөз етті. Бүгінгі жүздесуіміздің, бас қосуымыздың мәні де, маңызы да өте зор деген болар еді. Тәрбиені осы арқылы ұлттың бойындағы адами асыл қасиетті осы арқылы көрсетеміз. Мен үнемі бір мақтанышпен айтам, тумысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейтін, жармайтын, баршаның баласын бауырына басқан қазақ деген халықтың адалдығы, тазалығы, пәктігі алысты жақындатып, арызды татуластыратын, міне осы қасиетімен осы арқылы да көрсетуге болады. Фестивальде аудан өнерпаздарының әдемі концерттік бағдарламасы қорытындылап, соңынан көрмелері үздік деп танылғандар марапатталды. Биылғы жастар жылы ауданымыздың спорт саласында да басты бағдарға алынған. Осы мақсатта жас буын арасында көптеген жарыстар, турнирлер өтуде. Таяуда 1 май ауылдық округінде ауданның жас мұғалімдері арасында ұйымдастырылған көп сайыста сол игі шаралардың жалғасы болатын. Бұлар ағамыз республикалық жарыстардың жеңімпазы, дүркін чемпионы, үлгі ретінде биыл жастарға осындай бір көп сайыс жарыс өткізіліп жатыр ауданымызда. Саналы ғұмырының біраз бөлігін ауданның құқық қорғау саласына арнаған ақсақал Болар Мейірманов бүгінде ауылдық ақсақалдар ұйымына төрағалық етеді. Өз қатарластарынан әлдеқайда ширақ әрі жас көрінетін қарт спортшы, талай дүбірлі додаларда жеңіс тұғырдан көрінген жан. Желаяқ зейнеткер атанған ақсақал осы жетістіктерінің басында спортқа деген шынайы сүйіспеншілік тұрғандығын алға тартады. 90 жылдан бері қатысып, аудандық, республикаға жарысқа қатысып, жүлдері орын алып жүрмін. Енді жастарға енді спортпен шұғылдансын, денсаулықтары мықты болсын, жаңағы спортты ешқашан қастарынан тастамай алып жүрсін. Жалпы 1 май ауылдық округіне 3 елді мекен кіреді. 10 мыңға жуық халқы бар округтың басым бөлігі жастар. Тағылымды шарадан ауыл әкімі Елдос Мұқатайұлы да шет қалмай, өтуіне үлкен үлес қосты. Жиын ортасынан табылды. Бұлар атамыздың бізге берер өнегесі өте көп, маңызы зор. Себебі ол кісі жасы 70-тен асса да міне спортты тастамай, азанмен өзіміздің көзіміз куә, жүгіріп бассейнге барып түрлі жаттығулармен айналысып жүреді. Осы іс-шара мен ойлаймын, осы биыл басталып, жыл сайын округімізде одан ары аудан көлемінде өткіземіз деген ойдамын. Барлықтеріңізді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Іргетасы сонау 70-ші жылдары қаланған 1 май мектебінде директор Ләззат Тастанбай қызының басшылығымен балаларды саламатты өмір салтына баулу мақсатында да жүйелі жұмыс жолға қойылған екен. Ауыл тұрғындарының мәдени-рухани өміріне әрдайым атсалысатын осы білім ордасының оқушылары да жиналғандар алдында өз өнерлерін көрсетті. Осы спорттық шараның біздің мектебімізде өткеніне біз өте қуаныштымыз. Ауданнан жиналған барлық спортшыларды көре отырып, біздің мектеп оқушыларымыз патриоттық тәрбие бере отырып, балалардың салауатты өмір салтын қалыптастырамыз. Сонымен қатар біздің мектебімізде көптеген спорттық үйірмелер бар. Атап айтатын болсақ, таэквондо, волейбол, баскетбол, тағы да басқа көптеген үйірмелер бар. Сонымен қатар оқушыларымыз біздің спорт кешені, Шқоңыр спорт кешеніне барып, осы жақсы болды бізге спорт кешенінің ашылғаны. Балалар қазір сол кешенге барып, көптеген спорт түрлеріне қатысып жүр. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін жас ұстаздар жеңіл атлетикадан алдарына жан салмай жеңіске ұмтылды. Өз кезектерінде алдыңғы толқын ағалардың өнегелі жолын үлгі тұтатындықтарын жеткізді. Ал бұлар Алматайұлына көрсетілген құрметке, қуанышына ортақтасып келген. Қатарластары ақылман аталар жастарға ақ баталарын берді. Біз олармен мақтанамыз, қолдаймыз. Қазақта сөз бар ғой, баласы атқа шапса, анасы тақымын сат деген. Сол секілді олар осындай жарысқа шыққанда біз үлкендеріміз батасын береді. Өзіміз тілеуін тілейміз. Жастарға тілейтін тілегім менің өзімнің арманым. Ұлдарымыз намысты болса екен, қайратты болса екен, ардақты болса екен, әр уақытта алдынан көрінсе екен деген тілек тілеймін. Жарыс соңында жеңімпаздар арнайы дипломдар мен сыйлықтармен марапатталды.